Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика пәні бойынша қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы қымбат арзан. Сабақтың мақсаты 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге тиындарымен түрлі операцияларды орындау. Орынды, бағытты, заттардың арасындағы қашықтықты анықтайтын заттарды, сандарды, тауар бағаларын, терминдерді салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды пайдалану. Амалдарды орындауын негіздеу және қосуға, азайтуға қатысты есепті шешу әдісін түсіндіру. Балалар, айтыңдаршы, дастарханның сәні не? Нан, дұрыс айтасыңдар. Адамдардың сүйіп ішетін сусыны не? Шәй, дұрыс айтасыңдар. Шәй дәмді болу үшін шайға не қосамыз? Сүт, дұрыс айтасыңдар. Шайымыз тәтті болу үшін не қосамыз? Қант, дұрыс айтасыңдар. Осы тағамдарды біз қайдан сатып аламыз? Дүкеннен. Қандай дүкеннен? Азық-түлік дүкенінен. Дүкендегі заттардың бағасы қандай болады? Әртүрлі. Дұрыс айтасыңдар. Арзан, қымбат. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қымбат арзан. Себебі дүкендегі заттардың бағалары қымбат арзан болып келеді. Қымбат арзан сөздерінің мағынасын ажырату үшін дүкен ойынын ойнайықшы. Айгүл, Абзал, Ардақ үшеуі дүкенге келді. Дүкеннен алма, банан, алмұрт алғылары келді. Ол үшін қолдарындағы бірнеше ұсақталған монеталарын санады. Олар жемістерді сатып алу үшін қандай монеталар қолданулары мүмкін? Соны ойланып көрейікші. Алма 60 теңге тұрады. Банан 80 теңге тұрады. Алмұрт 50 теңге тұрады. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші жағдайда Айгүл алма алу үшін 20 теңгелік монетаның үшеуін беруі мүмкін. Ал екінші жағдайда Айгүл алма алу үшін бір 50 теңгелік монета мен бір 10 теңгелік монета беруі мүмкін. Ал Абзал банан сатып алу үшін бірінші жағдайда ол өзінің қолындағы монеталарының ішінен бір 50 теңгелік, бір 20 теңгелік, бір 10 теңгелік монетаны беруі мүмкін. Ал екінші жағдайда 4-20 теңгелік монеталарды беруі мүмкін. Ардақ алмұрт сатып алу үшін бірінші жағдайда ол өзінің қолындағы монеталарының ішінен 2-20 теңгелік және бір 10 теңгелік монетаны беруі мүмкін. Ал екінші жағдайда 2
20 теңгелік және 2 5 теңгелік монетаны беруі мүмкін. Серік пен Дария батон, тоқаш, бөлке нан алу үшін дүкенге келді. Серік тоқаш сатып алғысы келді. Оның ақшасы жете ме? Неге? Серіктің батон сатып алуға ақшасы жете ме? Неге? Қайсысы қымбат? Тоқаш па, әлде батон ба? Қаншаға қымбат? Дұрыс айтасыңдар. Серіктің қолындағы ақшасы тоқаш алуға жетеді. Себебі оның қолында 40 теңгесі бар. Серіктің батон алуға ақшасы жетпейді. Себебі батон 70 теңге тұрады. Ал енді осы тапсырманы орындау үшін біз қандай амал пайдаланамыз? Қайсысы қымбат? Батон ба, әлде тоқаш па? Қаншаға қымбат? Қаншаға арзан? Екенін білу үшін біз азайту амалын орындаймыз. Жауабын тауып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. Жауабы батонның бағасынан тоқаштың бағасын азайтамыз. Сонда балалар, батон тоқаштан 40 теңгеге қымбат, ал тоқаш батоннан 40 теңгеге арзан. Балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Дарияға анасы нан сатып алуды тапсырды. Дария бағасы арзан нанды сатып алғысы келді. Ол қай нанды таңдайды? Неге? Сен оны қалай білдің? Дарияда нан алуы керек. Бірақ ол сөредегі нандардың ең арзанын таңдады. Қалай ойлайсың? Дария қай нанды таңдады? Жарайсыңдар. Дұрыс жауап бердіңдер. Дария сөредегі бөлке нанды таңдады. Себебі ең арзаны бөлке нан болатын. Ол 50 теңге тұрады. Бір бөлке нан батоннан қаншаға арзан екенін табу үшін азайту амалын қолданамыз. Дұрыс айтасыңдар. Бір бөлке нан батоннан 20 теңгеге арзан. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Оқулығымыздың 93-ші бетіндегі тапсырманы орындайық. Ол үшін мына суреттерге назар аударыңдар. Айгүл бір стақан шырын, ал Назар бір стақан сүт сатып алды. Кімнің сатып алған заты қымбат? Қаншаға қымбат? Есептің сызбасын тауып, есепті шығар. Сонда балалар, кімнің сатып алған сусыны қымбат? Қаншаға қымбат екенін табу үшін біз қандай амалды қолданамыз?
Ал осы жерде сызба берілген. Осы сызбаның қайсысы осы есепке сәйкес келіп тұр деп ойлайсың? Қане ойланайық. Жарайсыңдар. Ендеше біз азайту амалын қолданып, шырынның сүттен қаншаға қымбат екенін табамыз. Ол үшін шырынның бағасынан сүттің бағасын азайтамыз. Яғни, біз бұл жерде азайту амалы арқылы шырынның сүттен 50 теңгеге қымбат екенін таптық. Сызбаның А нұсқасы осы есепке сәйкес келеді. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Есептің мәтінін мынандай сұраққа аяқталатындай етіп құрастыруымыз керек. Көп нүктенің орнына қандай сөздерді қоямыз? Дұрыс. Кекіс бәлішке қарағанда қаншаға қымбат? Қандай амал қолданамыз? Азайту. Дұрыс айтасың. Қаншаға қымбат арзан екенін табу үшін кекстің бағасынан бәліштің бағасын азайтамыз. Кекс бәліштен 20 теңгеге қымбат. Ал бәліш кекстен 20 теңгеге арзан. Сабағымызды қорытындылау мақсатында 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы аяқтаймыз. Сабақ бойынша 2 ұнаған нәрсе және 1 тілек жақсартуды және өзгертуді қажет ететін оймен қорытамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.